Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ассоциациялы түрде және диссоциациялы түрде қарау, көзқарастар, былайша айтқанда. Бұл да психологияның бір методына жатады, өте керемет метод. Оны пайдалануды үйреніп алсаңыз, көптеген стресстерден кетесіз, кірмейсіз, және жақсы эмоциялар өзіңізге қалыптасады. Ассоциированный деген ол ішіне кіру деген мағынаны білдіреді. Диссоциированный деген сыртқа шығу деген, бөлу дегенді білдіреді. Ассоциация түрінде деген ол адам ішіне кіріп, сол ситуацияның ішінде болады. Үнемі ол тура сол ситуацияны жаңа кешкендей болып, қайттан қайғыға кіре береді. Мен үнемі айтып жүрмін, білім бізге басқаруды береді, управление береді дейміз. Жаңағы адам білімі болғанда және оны пайдаланғанда ол көп нәрселерді басқара алады, өзінің өмірін, эмоциясын, жаңағы. То есть бізде таңдау бар. Просто ол методты білмегенде адам даже таңдамайды. Қайсысы келді, соны алып кете береді. Магазиннен бір екі зат тұр, сіз таңдай аласыз, екі түрлі зат тұр. Егер сіз екіншісін көрмесеңіз, біріншісін таңдап кете бересіз. Сол сияқты жаңағы, бірақ сіз ізденсеңіз, жаңағы продавецтен, сатушыдан сұрасаңыз, басқа варианттары бар ма? Ол көрсетсе сізге таңдау пайда болады. Сондықтан білім бізге таңдауды береді, және дұрыс таңдауды береді.